Баршаға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын картошка пирожниларын дайындайтын боламыз. Өте дәмді, бір жасағаннан шығатын керемет пирожнийдің бірі болып шығады. Шаймен ішкенге өте дәмді десерттің бірі болады. Ал ендеше менімен бірге жасап, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Қолдау күтіп қаламын сіздерден әрдайым. Ал ендеше бірге дайындайық. Алдымен салқын 3-4 жұмыртқамызды және де қантымызды жақсылап 2-3 есе көтерілгенше асықпастан 5-10 минут шамасында миксеріңіздің жылдамдығына қарай миксерлеп алатын боламыз. Менде қолдың жұмыртқасы, сондықтан сапсары болып тұр. Оған ол түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Ал ендігі кезекте құрғақ ингредиенттерімізді біріктіріп алатын боламыз. Онымыздың үстіне қопсы қанымызды және де 2 ас қасықпен какао ұнтағын салатын боламыз. Барлығын електен өткізілген. Менде бұл жерде барлығын осылай араластырып алып 3 бөлікке бөліп салып алатын боламыз. Мен бұл жерде миксерді қолданбадым. Миксерді қолдансаңыздар да болады. Алайда миксерді көп миксерлей жерсеңіздер, бізде қопсытқышымызға әсерін тигізіп жақсы көтерілмей қалады. Сондықтан 3 бөлікке бөліп ұнымызды салып, осылай астынан үстіне қарай араластыратын боламыз. Достар, сіздерден қолдау күтіп қаламын әрдайым. Егер де мен рецепттерім өз пайдасын тигізіп жатқан болса, арнама қосылып, лайк басып, комментария жазып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Өте керемет, бір жасағаннан шығатын рецепт болады. Сіздерден қолдау болса, менен әрдайым жаңа рецепттер шығатын болады. Ал ендеше сіздерден қолдау күтіп қаламын. Міне бізде жұмыртқалы массамыз бен құрғақ ингредиенттерімізді біріктіргеннен кейін осындай қоймалжың масса шығатын болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста пісіп алғанша, яғни пешіңіздің қызуына байланысты 15-20 минут немесе 30 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде пештеріңізді алдын ала қыздырып алыңыздар. Дәл осылай барлық жеріне бірдей етіп тегістеп, ішінде ауа қалып кетпеуі үшін осылай кішкене ұрып сілкіп жіберіңіздер. Піскенін құрғақ таяқшамен тексеріп алатын боламыз. Менде бұл жерде құрғақ болып шықты. Яғни барлық жағы бізде толықтай пісті. Енді толықтай суытуға қоятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай міндетті түрде осылай пергамент қағазынан босатып қойсаңыздар тез суитын болады. Менің бисквитім осылай көтерілді. Биіктігінде сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді кезекте осын толықтай суытамын. Менде толықтай суып шықты. Міне сіздерге ортасын бөліп көрсетіп жатырмын. Толықтай піскен, одан қорықпаңыздар. Енді кезекте ұсақ бөліктерге бөліп блендермен езіп алсаңыздар болады. Сіздерде блендер болмаса, жай ғана толықтай суығаннан соң қолдарыңыздың көмегімен кез келген тәсілді пайдаланып езіп алсаңыздар болады. Мен осылай блендерді қолдандым. Барлығын осылай майда етіп майдалап шығатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай менде барлығын дәл осылай езіп алдым. Енді кезекте кремін дайындауға көшетін боламыз. Сары май және де қойытылған сүт, яғни сгущенка қолдандым. Бұл жерде екеуінің температурасы бірдей болса, бізде осындай бірден осындай крем шығатын болады. Егер де сізде іртік болса, температурасы бірдей болмағандықтан водяной баняда, яғни ыстық судың үстінде қойып миксерлесеңіздер, осындай крем қайта шығатын болады. Көріп тұрғандарыңыздай менде температурасы бірдей болғандықтан бір жасағаннан осындай керемет кілегейлі крем дайын болды. Енді кезекте блендерден өткен ұнтақтарымыздың үстіне дайын болған кремімізді құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлық жағы бірде араласып, біркелкі масса болуы керек болады. Алдымен көріп тұрғандарыңыздай лопатамен, содан соң қолыңызбен араластырған болатынмын. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Бірден қолдарыңызбен араластыра берсеңіздер болады. Бастысы толықтай жақсы, барлық жері бірдей біркелкі болып араласу қажет болады. Міне бізде дайын бола бастады. Дайын болған кезде қолымызға қатты жабыспайды, біркелкі болады.
кішкене ғана жабысады. Енді қанша дегенмен ішінде кремі болғандықтан осылай кез келген формада, кез келген үлкендікте осылай өздеріңізге ыңғайлап дөңгелекше етіп жасадым мен. Дәл осылай кез келген ыдысқа немесе бірден тарелканың үстіне қолдана қоя берсеңіздер де болады. Ол да өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен шамамен 55-60 грамм шамасында жасадым. Менде дәл осындай картошкадан 12 штук картошка шықты. 55-60 грамм арасында шамамен солай болды. Міне 57 грамм шықты бұл жерде. Ал біздің картошкаларымыз дайын, өте дәмді десерт болады. Осы пирожниді жасап көріңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздерден қолдау күтіп қаламын.